Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше хит самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Өте керемет болып дайындалады. Осы қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып, маған жазылып, тіркеліп, лайк, комментария білдіріңіздер. Осындай керемет, сочный болып шығатын самсаның рецептін міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Тестасы осындай слоеный керемет болып шығады. Бұны ыстық тағам ретінде де қолдансаңыздар болады. Отбасыларыңызға дайындап қуантыңыздар. Ол үшін бізге салқын суымызды құйып, оған бір жұмыртқамызды салып, сұйық майымызды да құйып, тұзымызды араластырып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Бірінші осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Содан соң қолдың көмегімен жақсылап қамырды илеп алатын боламыз. Міне жақсылап илеп алған қамырымызды тұнып тұруға жақсылап 10 минутқа қалдыратын боламыз. 10 минут қамырымыз тұнғанша осындай салмаларына мен ірілеу етіп турадым. Оған картошка, сиырдың еті, пияз, сельдерей, помидор, чеснок барлығын осылай ірше етіп турап алып, бірге қосып, мен осындай құйрық майды қостым, сочный болу үшін. Тұз қосып, қызыл бұрыш, қара бұрыш қосып жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды ұзынша етіп кішкене жайыңқырап аламыз да, оны бөліктерге бөліп шығамыз. Көлемін осындай бөліктерге бөліп, әр бөлік бір кесе самса шығады. Осылай бөлінгеннен кейін дөңгелек формаға келтіреміз. Міне менде 6 бөлікке бөлінді, яғни 6 кесе самса шығады деген сөз. Салмамызды осылай алдын ала кеселерімізге салып, бір теңдей етіп бөліп алдым. Енді қамырымызды бірме-бір жайып шығатын боламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде қалыңдықта жайып шығамыз. Қалыңдығы міне осындай болып шығады. Енді осыны кесемізге жайғастырамыз. Үстінен осылай қойып, жақсылап жабыстырып аламыз. Мен табама бірден 3 кесе самсамды салып пісіріп аламын. Осылай жабыстырып болғаннан кейін жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, осылай бетіне жағып шығамыз. Және де бетіне сәндеу үшін күнжіт пен макты қолдандым. Күнжіт өте керемет, ерекше дәм береді. Және де өте сәнді көрсетеді. Осы менің рецептім сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк, комментария білдіріп қолдап кетіңіздер. Міндетті түрде үй жағдайында керемет, ерекше болып дайындалатын кесе самсаны сіздер де дайындап көріңіздер. Жанұяларыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Тағы да ерекше рецептпен сіздермен бөлісетін боламын. Менің парақшамнан алыстамаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.
астарыңыз дәмді болсын.